Кемел адам кітабынан бір ой. Екі кеменің басын ұстама. Барлық нәрсені бір сәтте меңгеремін, бәріне бірдей үлгеремін деу көп жағдайда адамды жеңіліске ұшыратады. Әр нәрсенің басын бір шалған адам ешбірін жарытпайды. Сондықтан күрделі істерді рет-ретімен, кезең-кезеңмен меңгеруге тырысыңыз. Әрі керемет суретші, әрі мықты кәсіпкер, әрі әйгілі әнші боламын деу барлығына бірдей ұмтылу екі кеменің басын бірдей ұстаған сияқты қатерлі құбылыс. Мұндай адам суға кетеді, басқа жол жоқ. Тек жаныңыз қалаған бір іске ғана басымдық беріңіз. Біреуін тыңғылықты игергеннен кейін екіншісін қолға алыңыз. Әрбір істі тыңғылықты меңгеріп үйренген сәтте өзіңізге деген сенімділік пайда болады. Жеңімпаз рух сізді екінші іске шабыттандырады.